Ақшаны бәрі де жақсы көреді, бірақ оны сақтап әрі көбейте түсу үшін жақсы көру жеткіліксіз. Жалпы ақша адамды бұзады дейді. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің елде адамдардың барлығы жақсы, әлі бұзыла қоймаған. Армысыздар, бұл Теңгемания бағдарламасы және мен, оның жүргізушісі, есімім Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Сондай-ақ өздеріңізбен ойын ойнап, жеңімпазға ақшалай сыйлық табыс етеміз. Осы бағдарламада теңге шоу айдарында жеңімпаз қандай сауалға жауап беріп, 10 000 теңгені қанжығасына байлады. Ең төменгі күнкөріс деңгейі күн сайын емес сағат сайын өсуде. Қаржылық сауаттылық не үшін қажет және оны қалай ұштаймыз? Қаржылық сауаттылығымызды көтеру неге маңызды? Қаржылық сауаттылық деген не? Ел экономикасының дамуы азаматтардың қаржылық сауаттылығына байланысты ма? Бүгін Теңгемания бағдарламасынан қаржымен қарым-қатынасты қалай жақсартуға болатынын білесіздер. Ал әзірге табысымыз бен шығынымызға болашақта не әсер етуі мүмкін екен? Сол туралы талқылап көрейік. Қазақстанның ауыл шаруашылығы кәсіпкерлігіне микронесие көлемі ұлғайды. Басты мақсат ауыл шаруашылық кооперативтерін жаппай дамыту. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бір жолғы несие жарнасы 16 миллион теңгеге дейін өсті. Сонымен қатар қарызды қайтару мерзімі де 7 жылға дейін ұзартылды деп хабарлайды ақпараттық агенттіктер. Ең төменгі күнкөріс деңгейі ұлғайды. Қазақстан бойынша ол 23 000 теңгеден сәл жоғары деп хабарлайды Ranking.kz. Сарапшылар қосымша өсімнің оң динамикасын байқап отыр. 2016 жылдың қыркүйек айының соңында ең төменгі күнкөрістің орташа деңгейі 12% өскен. Ең жоғары деңгей Маңғыстау, ал ең төменгі деңгей Жамбыл облысында байқалады. Гаджеттер мобильді банкингті ынталандыруда. Uniper Research зерттеулері көрсеткенде 2021 жылдың соңына қарай әртүрлі қаржылық операцияларды жүргізу үшін ұялы байланыс телефонын пайдаланушылар саны 2 миллиардқа жетеді. Осы жылы мобильді телефон пайдаланушылардың 3-тен бірі банк операцияларын телефон арқылы немесе онлайн түрде жүзеге асырған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 11%-ға көп. Сіздермен бірге Теңгемания бағдарламасы және мен Бауыржан Орда. Танымал американдық кәсіпкер әрі инвестиция туралы бірнеше кітаптың авторы Роберт Кийосаки бұлай дейді: егер ауқатты болғың келсе, қаржылық сауаттылығың мықты болу керек. Қаржылық сауаттылық дегеніміз не? Бұл қаржы нарығындағы жағдайға баға беруге, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін қаржы саласындағы дағдылар, әрине дұрыс шешім қабылдауға. Бұл дегеніміз кез келген адам жасына, жынысына, табысына қарамастан қаржылық сауатты бола алады деген сөз. Яғни мен қыз баласымын, қаржы саласында ештеңе түсінбеймін, немесе мен миллионермін, маған ондай білімнің қажеті жоқ деген сияқты сылтаулар жұмыс істемейді. Бәріміз ақшаға тәуелдіміз, бірақ көпшілігіміз оны дұрыс пайдалана білмейміз. Халықтың қаржылық сауаттылығы мен мемлекеттің даму деңгейі арасында тәуелділік бар ма? Жеке қаржылық сауаттылық деңгейді қалай көтеруге болады? Мұндай пәнді мектеп бағдарламасына енгізетін уақыт жеткен жоқ па? Бұл туралы Қазнет не дейді екен? Халықтың қаржылық сауаттылығы мемлекеттің экономикалық дамуына қалай әсер етеді? Қазіргі заманның адамы қаржылық құралдардан бас тарта ала ма? Қаржылық сауаттылықты жеке және мемлекеттік құралдардың көмегімен қалай көтеруге болады? Несиелік шаршау деген не? Қаржылық сауатсыздық тағы қандай келеңсіздікке ұрындыруы мүмкін? Әрі қарай көретіндеріңіз. Еркіндікке, сенімділікке және сәттілікке апарар жол. Қаржылық сауаттылықты меңгереміз. Теңге шоу айдарында кім ерекше біліммен көзге түсіп, 10 000 теңгені жеңіп алады? Сонымен Теңге Блиц айдар көрсеткенде қанша адам болса, сонша пікір, сонша проблема бар. Standard & Poor's халықаралық рейтинг агенттігі жер шарының тұрғындарының қаржылық сауаттылығына қатысты ауқымды зерттеу жүргізіп, Қазақстан халқының 40%-ын қаржылық жағынан сауатты деп таныды. Бұл да жаман емес. Десек те әлі бағындырар шың көп. Ал қазақстандықтардың қаржылық сауаттылық деңгейін зерттеген Дүниежүзілік банктың қорытындысына сәйкес, отандастарымыздың 3-тен бірі өздерінің шығысы мен кірісін есептемейді екен. Тіпті 45%-ы бос ақшаларын үйде ұстайтын көрінеді. Қайтеміз енді, жас мемлекетпіз, бәрі алда. Дегенмен қаржылық сауаттылықты арттыру туралы тағы бір рет естеріңізге салуды жөн санаймын.
қаржы басқаруды қалай үйренуге болады және материалдық жағдайды түзетудің жолдары қандай? Теңгемания бәрін түсіндіреді. Қаржылық сауаттылық төмен болса, ол елдің адамдарының да экономикасының да өсуі шектеулі болатыны бесенеден белгілі. Ол түсінікті де. Егер халық қаржы құралдарының жұмыс істеу механизмін түсінбейтін болса, оған қаржы салмайды да, демек мұндай елде экономикалық өсім болмайды. Қаржылық сауаттылығы жоғары елдердің арасында Скандинавия бірінші орында тұр. Орта Азия елдері тұрғындарының білімі бұл тұрғыда нашарлау. Биыл 30 қыркүйекте Ұлттық банк 2016-2018 жылға арналған халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасын қабылдады. Соған сәйкес екінші деңгейлі банктер және бұқаралық ақпарат құралдарымен бірлескен іс-шаралар атқарылады деп жоспарлануда. Жеке бюджетін қалыптастырып, қаржыны басқару үшін нарықтағы қаржы өнімдерін пайдаланып, оның нәтижесін түсіну үшін халықтың сауаты жоғары болуы тиіс. Қазіргі заманда компьютерсіз, ғаламторсыз, ұялы телефонсыз, банктегі есеп шотсыз өмір сүру мүмкін емес. Тіпті жалақымызды да карточкамен аламыз. Шынайы өмірден қашып құтыла алмайсыз. Бірақ бұл бас сауғалап, қаржы тұңғиығына кету деген сөз емес. Қазіргі заманда мобильді банкингті қолданбасақ та, шетелге шықпас бұрын оның не екенін біліп алған жөн. Сол несие карталарының мүмкіндігінің арқасында сіз үнемдеп қаржыңыздың бір бөлігін шотыңызға қайтара аласыз. Жүргізілген зерттеу нәтижелері көрсеткендей, халықтың 69% ғана қаржы жүйесінен хабардар. Қаржы өнімдерін пайдаланып, жеке бюджеттерін қалыптастыра біледі екен. Демек, қаржы өнімдері мен қаржы құралдары туралы білімнің таяздығы, тұтынушы ретінде құқықтарын білмеуі халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру қажеттілігін туғызып отыр. Қаржының қыр-сырын кез келген адам меңгереді. Ең әуелі жеке және отбасылық бюджетті қалыптастыруды үйренген дұрыс. Өзіңіз пайдаланатын немесе пайдаланғыңыз келетін қаржы құралдары туралы толық біліп алыңыз. Әр банктың карточкаға, депозитке, несиеге қатысты ерекше ұсыныстары болады. Ең бастысы, қаржылық және банк жаңалықтарынан хабардар болуға тырысыңыз. Пайыздық мөлшерлеме қалай өзгереді? Бос ақшаны қайда салған дұрыс? Нақты сауалдарыңыз болса, Ұлттық банктың қоғамдық қабылдауына хабарласыңыз. Қоғамдық қабылдау Ұлттық банктың қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының жанынан құрылған бөлімше. Кез келген тұтынушы құқықтық көмек немесе мамандардың кеңесін ала алады. Егер қайсы бір қаржы ұйымы немесе мәлімет тексеру қажет болған жағдайда, жазбаша түрде өтініш білдіруі тиіс. Несиелік шаршау, өз мүмкіндігін жоспарлай алмайтын, қалтасының жұқалығын ескермей несиеге өмір сүретін адамның психологиялық жағдайы. Қаржылық құлдыққа түскендердің психологиялық хал-ахуалы нашарлай түсетіні анық. Бірнеше жыл бойы өзіңіздің қажеттіліктеріңізге шектеу қойып, несие төлеу ешқандай шаттық сыйламайды. Тіпті қаржылық сауатсыздықтың салдары одан да қорқынышты. Себебі қаржысын басқара алмайтын адам өзінің өмірінде тығырыққа тірейді. Бүгінгі таңда өкінішке орай борышкерлерге банкпен арадағы келеңсіздікті оңтайлы шешіп беруге ұсынып білдіретін компаниялар мен жеке адамдар көбейіп кетті. Қандай жағдай болса да, ондай адамдармен ешқандай келісім жасамау қажеттігін ескертеміз. Керісінше, мәселені тікелей банкке барып шешкен абзал. Валюта бағамының өзгеруіне байланысты биылдан бастап депозиттер бойынша 1 миллион теңгеге дейін өтемақы төлене бастады. Ол үшін банкпен қайта келісім жасап, 1 жыл бойы шоттан ақша шешіп алмау керек болатын. Әйтсе де бұл шарттарды орындамағандар да табылды. Неге? Мемлекеттің керемет бастамасы туралы анықтап алуды құнықтамады олар. Міне, қарапайым қаржылық сауатсыздықтың салдарынан көп нәрсе жоғалту қаупі бар. Дәл қазір 10 мың теңге кімге бұйырады? Теңге шоу айдарынан көріңіздер. Көңілім керемет мерекені қалайды. Алайда әмияным тыныш отыр дейді. Сіздермен бірге Теңгемания бағдарламасы. Біз карта мен несие рәсімдегенде алдымызға жан салмаймыз, бірақ осы қаржы құралдарын тиімді пайдалана аламыз ба? Сарапшылардың есебі бойынша дамушы елдердің несие алушыларының тек 53%-ның қаржылық сауаты бар. Бұл жағдайды өзгерту керек, достар. Қалай екенінде айтайын. Келісім шарттарды мұқият оқыңыздар. Газеттегі порталдағы жаңалықтарды қалт жібермеңіздер. Ұлттық банктың хабарламасынан хабардар болыңыздар. Ең бастысы біздің бағдарламаны көріңіздер. Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті телекөрермендер және ару қаламыз Алматының қонақтары және тұрғындары, қошеметтеріңіз естілмейді.
Бұл теңге мания бағдарламасы және теңге шоу айдары. Менің қолымдағы 10 000 теңге. Кімге бұйыратын қазір көретін боламыз. Ойынға қатысып, өзінің қаржылай сауаттылығын дәлелдеп, менің қолымдағы 10 000 теңгені жұлып алмаған менен ұтып алатын адамдар болса. Қол көтереміз, кім ойынға қатысқысы келеді? Келіңіз, 2, 3, 4, 5. Сондықтан да мінекей теңге мания деген жазуы бар конвертке. 10 000 теңге салынды. Оны әзірше мен тығып қоямын. Осы 10 000 теңге 5-іңіздің ішінен біреуіңізге бұйырады. Ойынымызды бастамастан бұрын ойыншыларымызбен танысайық. Солдан оңға қарай бастайық. Сіздің есіміңіз? Азиза. Азиза. Айнұр. Айнұр. Доспол. Доспол. Назерке. Назерке. Орал. Орал. Мінекей қандай ойыншылар біздің. Оп-оңай сұрақтан бастайын. Оп-оңай сұрақ. Күнделікті өмірде бұл сөз құн деген сөздің синонимі ретінде айтылады. Баға. Баға, әрине құн. Мынаның құны қанша? Бір сәтті алған кезде айтамыз. Бұның құны қанша? Яғни бағасы қанша? Мінекей баға деп жауап берді. Бірінші қатысушыға кейінгі қатысушылардың есебінен қаржы төленетін құрылым қалай аталады? Пирамида. Әрине қаржылай пирамида. Бағанадан бермейді тұрмын, қаржылай пирамида. Жауабыңыз дұрыс. Мұқият болыңыз. Оған ақшалай төлем тиесілі. Ол ақша алушы. Демек, ол кім? Бенефициар. Бенефициар. Дұрыс айтасыз, құрметті көміндер. Бенефициар. Жауабыңыз дұрыс. Сонымен екінші кезең. Банк картасындағы жаратылған ақшаны қайтару арқылы сауда жасауға ынталандыратын банк саласындағы риясыздық бағдарлама қалай аталады? Айтыңыз, қол көтер. Кэшбэк. Кэшбэк, әрине кэшбэк деп аталады. Сұрақ Назерке менен Айнұрға қойылады. Сауда нүктелерінде оны дұрыс пайдаланған жағдайда тұтынушыға жеңілдік беретін карта қалай аталады? Тұтынушыға жеңілдік беретін карта? Дисконт. Әрине дисконт картасы. Сонымен Айнұр, сізге рахмет ойынға қатысқаныңыз үшін. Солай болса, үшінші кезең. Қазақстанда грейс кезең қанша мерзімге қарастырылған? Несие бойынша пайыздарды төлеудің жеңілдік кезеңі. Назерке, қанша? 50 күн. 50 күн деп ойлайсыз. Назерке, сіздің 50 күн деген жауабыңыз дұрыс емес деп айтсам, сіз ренжейсіз. Әрине жауабыңыз дұрыс, Назерке. Рахмет саған. Шапалақ. Назерке, мынау сіздің ұтысыңыз. Теңге мания деген конверт. Өзіңізді сенбі және жексенбі күндері Астана арнасынан көретін боласыз. Ішін ашып қараңыз. Мүмкін ішінде ақша жоқ шығар. Бар ма екен? Бар екен, Мінекей, құрметті көрермендер, көз алдарыңызда 10 000 теңгеге кімнің және қалай ие болғанын көрдіңіздер. Бұл теңге мания бағдарламасы және теңге шоу айдары міндетті түрде қатысыңыздар. Ұтысқа баршаңыздың жететініңізге мен сенімдімін. Көріскенше күн жақсы болсын. Ақылды адамдар, кірісіңізді бақылауда ұстағыңыз келсе, ақша деген сөзді атамаңыздар. Қаржы деген сөзді қолданыңыздар дейді. 20 ғасырда оқу мен жазу қаншалықты маңызды болса, 21 ғасырда халық үшін қаржылық сауаттылық соншалықты маңызды. Қаржылық сауатсыздықты мемлекеттік деңгейде жоятын болсақ, балаларымызға жарқын болашақ салып берер едік. Бала демекші, бүгінде 50-ге тарта елде халықтың ғана емес, балалардың, жастардың қаржылық білімін жетілдірудің ұлттық стратегиясы жұмыс істейді. Мүмкін біздің мектеп бағдарламасына да осы пәнді енгізу қажет шығар. Әзірге ондай пән жоқ, сондықтан да қаржылық білімді арттыру өз мойныңызда. Нәтижесі керемет. Біздің сайыстарға қатысып, қаржылық сауатыңызды аша түсіңіз. Сіздермен бірге болған теңге мания бағдарламасы. Жүздескенше.